Шыңғыстың еркіне салса шешесінен қалмаған болар еді. Қала дегеннің не екенін ол омбыда көрді. Бұнда Сырымбет төңірегінде еркіндік жоқ. Үйлері тығыз, көшелері тар, әрі шаң. Адамдары тыраштанған тәкаппар сияқты. Мейман достығы жоқ сияқты. Мал дегеннен көргені жегін аттар мен қаладан ерте кетіп кеш оралатын аздаған сауын сиырлар. Сирегірек шошқа ұшырайды. Бұрын оны көрмеген, арам деп естіген бала Шыңғыс оларға жирене қарайды. Олардан басқа жануары тауық, қаз, үйрек сияқты азынаулақ құстар. Сырымбеттің кең өлкесінен тар қалаға келіп тұрғысы келмеген Шыңғыс қалмаймын деп қиқаңдаған болатын. Айғаным әуелі қаласың деп шекіріп, оған көнбегенсін аттанар алдында пәуеске қасына жылап келген Шыңғысты шапалақпен жаққа тартып қап, итеріп жіберді де өзі жүріп кетті. Шыңғыс офицерлік школаның азиялық бөліміндегі эскадронға жазылды. Бұрын орыстың тілінен де, оқуынан да хабарсыз ол бірер жылдар жаттығып алдағы оқушылардың қатарына кірді. Осы бетті оқи берсе офицері болатын, одан әрі маңдайына жазғанын көретін Шыңғыс школаға түспей тұрып-ақ болашағына бөгет боларлық бір оқиғаға іліккен еді. Өйтуіне айыпты адам шешесі. Ана жылы Николайды қарсы алу жабдығымен омбыға келіп, өзге аға сұлтандармен қатар ертіс жағасына үй тіккенде, Айғаным басқа сұлтандардан гөрі Баянаула дуанынан келген аға сұлтан күшіктің шорманымен жақынырақ жүріп, екеуі құда түседі. Күйеу Айғанымның ұлы Шыңғыс, қыз шормандікі, аты Зейнеп. Құдалық жайын баяндардан бұрын оқырмандарға шорманды қысқаша таныстыра кетейік. Баянаула төңірегін мекендейтін Қаржас руынан шыққан оның әкесі Күшік шаруа баққан, дәулеті орта, момын адам екен. Шорман содан пысық боп туады ма? Маңайдағы рулардың бәріне атақты би болған шоңның қасына бала жасынан ереді. Бір сәтте ел ішіндегі ірі даудың біріне 13 жастағы Шорман тоқтаулы бейлік айтып, содан бала Шорман, би Шорман аталып кетеді.